саламатсыз, кешіресіз. Танысып өтсеңіз. Міне, құрметті оқырмандар, менің қолымда дәл қазіргі таңда деструктивті діни ағымдардан сақтану жөніндегі ақпаратты парақтар бар. Бұл парақтар туралы біздер не айтқымыз келеді? Қазіргі таңда жастар арасында деструктивті діни ағымға тап болу туралы қаншалықты пікір қалыптасуда? Олар ажырата алады ма, жоқ па? Немесе бұндай жағдайға тап болған кезде қалай сақтану керек, біледі ме, білмейді ме? Осы тұрғысында бүгінгі біздер сұрақ-жауап айдарымызда бірге білгіміз келеді. Постаралась пообъяснить, что это неправильно. Родственников там знает этого человека, чтобы им рассказать, что вот, может, помощь нужна, может. Жақсы жағынан айтып әңгімемен сөзбен көмектесетін шығар, мен басқа енді жолама дейсің ғой, басқа не дейсің ғой. Бірінші ата-анасымен ақылдасып, осы діни өкілдерге хабарлап, бір жерге отырып ақылдасу керек сияқты. Дін істер басқармасы бар, онымен қоса діндерді зерттеу орталығы бар. Сол жаққа барып жүгінсеңіздер болады. Ол жерде теолог мамандар арнайы жұмыстанатын болады. Дәлелмен айтамын ғой. Сөйтіп көндіріп аласың ғой. Поговорить с ним, как она есть, на эту тему. И если он всерьез ушел головой уже на это религиозное течение, террористическое, то тогда придется сообщить вышеуказанным органам, чтобы быстро, заранее, чтобы предупредить, чтобы он никого, как сказать, ешкім жапа шекпес үшін. Оның мнениесін білуші біріншіден, сосын өз мнениемді оған айтып, солай сөйлесуші едім. Мен оны өзім күштеп өзіме тартып аламын. Яғни олай істемейді мысалы. Я думаю, я обращусь к другим его друзьям и к родственникам, чтобы они помогли ему, и мне вытащить его из этого. Жастармен бірге араласып, кішкене сыртқа алып шығып жүретін едім. Мүмкін оларға сондай кезде бір қолдау керек шығар. Ашық сөйлесер едім. Неге олай болды деп сұрайтын едім. Скорее всего, я бы обратилась в нужную организацию, чтобы именно помочь, чтобы со своей стороны помочь, не его посылать, а что мне в такой ситуации делать. Я думаю, я бы с ним поговорил бы и обсудил бы. Қазір уақыттарда жастарымыздың экстремистік діни топтарға кетіп қалатындығының бірнеше себептері бар. Бірінші кезекте бұл жастық максимализм, яғни көбінесе жас буын эмоцияға бейім келеді. Екінші бір себеп ол әртүрлі интернеттік желілердегі күмәнді діни дерек көздер. Осы тұста жастарымызға осы діни ағымдардан сақтану мақсатында бірінші кезекте сыни ойлауды дамытуы тиіс. Яғни интернет желісінде қандай да бір діни ақпарат шығатын болса, оны бірден қабылдай салмастан, бұл қандай дерек көзден шығып жатыр. Ресми дін өкілдерінің айтатындығымен қаншалықты сабақтасады, үндеседі деген сияқты сұрақтар қою арқылы жас буын жат діни ағымның жетегінде кетіп қалмау мақсатында өзін осылайша өзінің ақыл ойымен, сараптауымен өзін қорғауы тиіс.